Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Мен Ақтар Бейсенбайқызы. Бүгін бізде өзекті керемет тақырып Word Order in English. Ағылшын тіліндегі сөз реттілігі. Өте маңызды, өзекті тақырып. Мысалы, бұлай мына сөйлемге қараңыздаршы. Қалай кетті? English like I learning. Не ұқтыңыз? Не түсіндіңіз? Сөйлемдегі сөздің реттілігі дұрыс па? Тапқан болсаңыз, әрине дұрыс емес. Біз бұндай сөйлемнен ештеңе ұға алмаймыз. Сөздің реттілігі жоқ. Значит, яғни сөз шаблоны, белгілі бір сөйлем құраудың платформа өзінің бір нақтыланған бір шаблоны болады екен. Қандай? Ал кеттік онда менімен бірге. What is swapped word order in English? Ағылшын тіліндегі swapped сөз реттілігі дегеніміз не? Сіз алдын естігенсіз бе? Ал онда қарастырайық. Word order in a sentence in English is fairly strict compared to other languages. We often use swapped order in a sentence. Ағылшын тілінде сөйлем құрау үшін сөздің реттілігі басқа тілдерге қарағанда айтарлықтай жорсткилау, яғни қаталдау. Біз сөйлем құрау үшін осы swapped сөз реттілігін қолдануымыз керек. Ол қандай? Біріншісі S, яғни ол subject, бастауыш деген сөз. Кім, не деген сұраққа жауап береді, I, you, we, Jenny деген секілді. Екінші verb, етістік. Үшінші object, noun phrase, яғни толықтауыш. Fourth, place, adverbial of place, пысықтауыш, яғни қай жерде деп сұрақ қойылады. Қай жерде, қайда деген сұраққа жауап береді. Соңғысы time, adverbial of time, яғни төртіншісі мекен істеу болды, ал соңғысы бізде мезгіл істеу. Қашан, қай уақытта. Ағылшын тілінде қашан деген сұраққа жауап беретін сөз сөйлемнің соңында тұратын ұмытпаңыздар. Окей? Енді мысал келтіріп көрейік. Swappedқа Jenny ate a sandwich in the kitchen last night. Jenny өткен түні кухняда сэндвич жеді. Так, значит, бірінші subject кім? Jenny. Жеді, екінші. Не істеді? Жеді. Үшіншісі нені жеді? Сэндвич. Қай жерде? Кухняда. Last night қашан? Өткен түні. Ал енді, this is the order in which English native speakers want to get their information. We generally want to know. Яғни мынау реттілік ағылшын native спикерлары өздерінің ақпарат алу үшін осылай жасайды екен. Қолданады екен. Мысалы, we generally want to know. Біріншісі subjectке қандай сұрақ қоямыз? Who does the action? Әсер-әрекетті кім жасады? What do they do? Олар не істейді? What they do it to? Олар нені жасайды? Where they do it? Олар қайда жасайды? When they do it? Олар қайда жасайды? То есть, қашан жасайды, точнее. Енді қараңыздар, естеріңізде болса, орыс тілін жаттаған кезде біз жаңағыдай шақтарды, точнее, септіктерді, жаттаймыз ғой. Именительный падеж, родительный падеж деп. Сол секілді бастапқы сөздер бізге көмек береді. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку деп жаттап алғанбыз, мектептің кезінде. Тура сол секілді мынаны біз жаттап алуымыз керек. Яғни, who does the action? What they do деген секілді. It is possible to put the time phrase first in the sentence if you want to emphasize that piece of information. Яғни, сіз сөйлемде уақытқа байланысты фразаны басына қоюыңызға болады. Егер сіз сол ақпаратқа ерекше акцент бергіңіз келсе. Мысалы, last night Jenny ate a sandwich in the kitchen. Өткен түні Jenny сэндвич кухняда жеді. Яғни бұл жерде именно қашан деген сұраққа акцент жасағыңыз келсе. Алайда, however, it is better to start with the subject so that we establish who is doing the action first. Достар, әрине, сөйлемді ағылшын тілінде бастауыштан бастаған жақсырақ әлде қайда. Яғни, біз сол кезде ақпаратты бірден түсіне кетеміз. Ал уақыттан басталатын болса, біз сөйлемнің соңына дейін қатты барынша мән беруіміз керек. Сондықтан желательно барынша сөйлемді бастауыштан бастағанымыз дұрыс. Алайда,
исключение бар, иә, кез келген мағлұматты қабылдайтын кезде бір исключение болады. Not every verb has an object, so sometimes this part of swapped will be blank. They are called intransitive verbs, for example. Яғни, кез келген етістік толықтауышты қабылдай бермейді, қажет ете бермейді. Сондықтан кейбір кезде осы swap'тың бір бөлігі бос болуы мүмкін. Олар intransitive verb деп аталады, яғни непереходные глаголы деп аталады. Мысалы, Jenny goes to Birmingham every Friday. Jenny әр жұмада Бирмингемға барады. Яғни goes барады. Одан кейін өзінен кейін объектті нетпейді, талап етпейді екен. Similarly, we don't need to include every part of swapped order in every sentence. It is the order that is important and should be followed. Яғни біз swapped әрбір сөйлемде осы swapped сөз реттілігінің әрбір бөлігін кірістіру, ол қажет емес. Бірақ барынша сөйлем құраған кезде сол реттілікті сақтау өте маңызды. Мысалы, біз қай жерде жегенін айтқымыз келмесе, Jenny ate sandwich last night. Jenny сэндвичті өткен түні жеді. Яғни, қай жерде жеді деген сөзге жауап қажет емес болған кезде, оны айтпасақ та болады екен. Балалар, жалпы бүгін мен сіздермен лайфхакпен бөлістім, swap'пен, Енді сіздерге тапсырма. Осы swap техникасы қолдану арқылы 10 сөйлем құрастырыңыздар және описание бөліміне қалдырыңыздар. Мен тексеріп міндетті түрде кері байланыс беремін. Сіздермен болған Ақнұр Бейсенбайқызы. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.